келетін болсақ, мектеп жылдарында өнермен айналыса бастағанын атап өткен жөн. Жасөспірім кезінде Денис өзінің туған мектебінде қойылған әуесқой қойылымдар арасында сахнаға шыға бастайды. Дәл осы кезеңде оның жан дүниесінде театр өнеріне деген құштарлық пайда болған. Кейіннен Денис өзінің талантын әртүрлі кружоктар мен жас актерларды даярлау топтарында әдістемелік тұрғыдан жетілдіре бастайды. Алдымен актриса журналист болғысы келді. Содан кейін ол біраз уақыт өткен соң заңгер мамандығы туралы ойланды. Бірақ уақыт өте келе ол театр өнерін таңдады. Барлық күмәндарды жоққа шығарып, түрік сұлуы Анкара мемлекеттік консерваториясының театр бөліміне құжаттарын тапсырып, содан кейін ол актерлік өнердің қыр-сырын түсіне бастайды. Оқу орнын бірнеше жылдан кейін тамамдайды. Алайда Денис Чакыр бұл нәтижемен тоқтамады. Ары қарай мемлекеттік театр өнері университетіне оқуын жалғастырады. Актрисаның алғашқы кәсіби рөлі жарнамалық роликтерден келеді. Сонымен қатар студенттік жылдары біздің бүгінгі кейіпкеріміз түрік фильмдерінде эпизодтық кейіпкерлерді ойнады. Және қосымша түрік радиостанцияларының бірінде жұмыс жасады. Даусының жағымды тембрінің арқасында оған радио тыңдаушылары ғана тез ғана ғашық болғанымен қатар, әртүрлі түрік телеарналарының назарын аударды. Актриса 2004 жылы телехикаядағы алғашқы үлкен рөлін сомдады. Осы кезеңде Денис Чакыр егер әйел болса фильмінде кішігірім кейіпкерлердің бірін ойнап жүрген болатын. Бұл жоба оған ерекше танымалдылық әкелмеді, бірақ соған қарамастан түрік сұлуының бейнесі экрандарда жиі пайда бола бастады. 2005-2006 жылдары Анкараның талантты тумасы тағы 2 телевизиялық жобада пайда болды. Екі сүйіктінің арасында және міне менікі мини-сериалдары. Бұл кезеңде актриса өзін тек мелодрама жанрында ғана емес, сонымен қатар комедияда да керемет көрсете білді. Көптеген мақтау пікірлерге және Денис Чакырдың сыртқы деректеріне қарамастан, аталған сериалдар актрисаға нақты танымалдылық